Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай этно-стильде сырға жасап үйренетін боламыз. Бұл сырғаны сіздер тек Наурыз мейрамында ғана емес, қазіргі кезде ұзату тойларына да тақсаңыздар болады. Мен бір сыңарын жасап қойғанмын. Енді осының екінші сыңарын жасап көрсетемін. Ол үшін бізге этно-стильдегі қоңырауша, сырғаның ілгіші және осыны жасау үшін бізге жіңішке көлемде шынжыр қажет болады. Міндетті түрде қысқышты пайдаланамыз. Олсыз жұмысымыз жүрмейді. Қысқышпен сырғамыздың ілгішін ашып, оны сырғамызға бекітіп аламыз. Енді шынжырымызды сырғамыздың, қоңыраушамыздың орналасқан модасына қарай біреуін ұзын, біреуін қысқа, біреуін одан да кіші қылып қиып дайындап аламыз. Оның барлығын сіздер мен қиып дайындап қойдым. Кішкене кольцоның көмегімен бірінші шынжырымды мен 2 штук шынжырдан бастап қиып алдым. 2 штук, келесісін 3 штук. Шынжырдың әр көзін санайсыздар. Мен сіздерге түсінікті болу үшін жақыннан көрсетіп жатырмын. Келесісін 4 штук. Келесісін 5 штук. Келесісін 6 штук. Солай біртіндеп шынжырды көбейте береміз. Барлығы кольцоның көмегімен қоңыраушада орналасқан тесіктерге ыстыратын боламыз. Шынжырымызды қыстырып болдық. Енді кішкене шегенің көмегімен кішкене моншағымызды, хрусталь моншағымызды өткізіп аламыз. Шынжырдың ұшына шегемізді қысқыштың көмегімен қиып тастап, майыстырып, шынжырымыздың барлығының басына дәл сондай моншақтарды іліп шығатын боламыз. Қысқышпен қиып тастаймыз. Оның басын қайырып майыстырамыз және қатты қысыңқырап жібереміз. Барлық шынжырымыздың басына осылай хрусталь моншағымызды өзіңіз қалаған түсіңізді іліп шығатын боласыз. Қызыл түсті ұнатсаңыз қызыл моншақ, көк түсті ұнатсаңыз көк моншақ, или киіміңізге қарай әдемілей берсеңіз болады. Маған келіп түскен бүгінгі заказ золотистый цвет болғандықтан золотистый хрустальды пайдаландым. ең ұзын ұшына шынжырымызды
үлкендеу моншақты салдым, әдемі болу үшін. Бір моншақты ерекшелеп салсаңыздар болады. Міне сырғамыздың екінші жағы да дайын болды. Қысқышпен жұмыс істегенде өте абай болыңыздар. Және мықтап, шынжырларымыздың мықтап жабыстыруын қадағалаңыздар. Екі сыңар дайын болды. Видеом ұнаса, пайдалы болса, лайк қалдырып, комментарий жазылып, түсінбеген жерлеріңізді комментарийден сұрасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.